Ассалаумағалейкум, қайырлы күн әріптестер. Бүгін услуга охрана 2026, 2027, 2028 3 жылға қатар ойнатылатын конкурстың беру жолын көрсететін боламын. Және де бір ескертетін жағдай, мұқият тыңдаңыздар. Бұл егер сіздердің құзырлы органдарыңыз ойнататын болса, дәл осы жолмен бересіздер. Ал егер конкурсты өздеріңіз ойнататын болсаңыздар, осы мен YouTube каналына видео бар. Услуги связи деген болу керек, телефонный связи ма, дәл солай бересіздер. Ол кезде жаңағыдай секретармен кіріп өздеріңіз бересіздер. Ал мынау құзырлы орган ойнататын болғандықтан біз құзырлы органға беру жолын көрсететін боламын. Яғни ол жоғарыда тұратын сіздердің отдел госак болуы мүмкін, акимат болуы мүмкін, бір ұйымдасқан бір мекеме болуы мүмкін. Соған беру жолын көрсететін боламын. Бізде 3 жылдық объявление 4000 МРП-дан асады. 4000 МРП-дан асатын болғандықтан біздің үстімізде қарайтын, яғни құзырлы орган ойнатады. Соған мен объявление берем. Солар өздері ойнататын болады. Ең алдымен, как обычно, күнделікті годовой планға кіресіздер. Өздеріңізде бекітілген план, предварительный план бола ма, годовой план бола ма, ешқандай разница жоқ, ойнатыла береді. Мен просто уже утвержденный план жасап қойдым. Дәл осы суммасын тауып аласыздар. Осы жерге галочка батырмасын басып, мына жерге белгілеп, сажать заявку на покупку батырмасын басасыздар. Жаңа шыққан жерде закрыть батырмасын басасыздар. Закрыть басқаннан кейін сіздерде мына жерге өздеріңіздің құзырлы мекемеңіз шығады. Бұрын городской, областной, өзіңіздің мекемеңіз, сосын бұрын ойнатқан құзырлы органдар шығады. Қазір қандай құзырлы органмен ойнатасыз, соны таңдайсыз. Бізде мысалға Ақтөбе қаласында по Ақтөбенский областы таңдайсыздар. Городталар город таңдайды, бізде енді Ақтөбенский областы таңдаймыз. Заявка создана болды. Статусы заявка болып тұр. Енді дәл осы жерде мән беріңіздер. Сіздер өздеріңіз ойнатқан кезде создать объявление басып жүрсіздер ғой мысалға, или мои объявление ойнатып жүрсіздер. Бұл жерде заявка на покупку басасыздар. Қайталап айтамын, заявка на покупку. Және бір ескертетін жағдай, бұл кілтпен директормен кіресіздер. Немесе директорды міндетін атқарушы директор болмаған жағдайда директорды міндетін атқарушы соның бересіздер. Ал өздеріңіз ойнататындарда мына секретардың кілтімен беріп, создать объявление бересіздер. Өздеріңіздің мекемеңізді таңдайсыздар. Ал бұл жерде областной акимат таңдағандықтан, отдел госак таңдағандықтан создать заявка на покупку батырмасын басасыздар. Осы жерге төмен қарай бассаңыздар, бұрынғы сіздің мекемеңіздің берген заявкалар тұратын болады. Статус подтвержден болады. Дәл осы жерге создать заявку басасыздар. Так, открытый конкурс. Так, услуга. Так, әріптестер, объявлениенің қазақша атауын жазасыздар. Орысша атауын жазасыздар. Открытый конкурс услуга дегеннен осы жерге единый организатор. Яғни жаңа сіздер создать заявку басқан кезде, годовой планда, қай организатор таңдадыңыз, соны басасыздар. Бізде Ақтөбенский облысы соны таңдап, дәле батырмасын басамыз. Просто мына жерде қазір Ақтөбенский облысы көрсететін болсам, YouTube блоктап тастайды да, сосын ол мекемелерде маған шағымдану мүмкін. Менің организациям туралы неге ақпарат жариялап жатсыз деген сияқты көрсетпеу керек негізі. Соны басқаннан кейін дәле батырмасын басамыз. Келесі этапқа міне добавить выбранные басасыздар. Галочка батырмасын басып. Содан кейін егер қате таңдап қойған болса да галочкасы удалить етіп тастауға болады. Егер дұрыс болса дәле басасыздар. Осы посмотреть дейді, посмотреть көрейік, басып. Дәл осы жерге наличие разрешения, егер лицензия сұрайтын болсаңдар, лицензияны сұрайсыздар. Материальный ресурс, трудовой ресурс, наличие опыт работы бәрін жазып, қазақшасын қазақша, орысшасын орысша жазып болғаннан кейін сформировать етесіздер. Сформировать еткеннен кейін қол қоясыздар. Содан кейін барып
далее батырмасын басасыздар. Демек квалификация толтырмағасын сұрамай тұр. Дәл солай, короче, бере бересіздер. Сосын ана жерде бір эксперт деген шығады, требуется, не требуется деп. Не требуется дейсіз да, бере бересіз. Сосын жаңа несі бар. Осы охранаға приказ шығарасыздар ғой. Сол приказдың датасын, күнін жазасыздар. Тек спецификация қазақша, орысшасын жазасыздар. Міндетті дополнительный файлы деген жерге. Мен мына жерге тіркеп жіберейінші сіздерге түсінікті болу үшін. Мысалға қазір. Мысалға тіркеген жағдайда мысалға жазасыздар қазақша, орысша. Содан кейін сформировать приложение басасыздар. Егер қате болса, мына жерде мысалы удалить батырмасы болады. Әріптестер, жаңа жерге қол қойғаннан кейін дәл осы сформировать еткен назад батырмасын басып, келесі этаптан далее батырмасын басасыздар. Мына жерге текст спецификация деген жерге текст спецификацияны ашып, ісіне қазақша, орысшасын жазасыздар. Как көрсетіп жіберейін онда. Міне осы жерлерге қазақша, орысшасын бәрін жазып, міндетті түрде қараңыздар, сохранить, сформировать етесіздер, қол қоясыздар. Сосын оны скачать етіп алып, тағы да қараңыздар. Сосын мына жерге дополнительный файл тіркеуге болады. Осы сіздің текст спецификацияңызды PDF-теп тіркеген негізі абзалырақ болады, потому что кейде текст спецификация өзгеріп кеткенменде бір жағдайлар болды. Осы через кого-то ойнатқан кезде. Ол туралы нақты ақпараттар айта алмаймын. Осы жерге прикрепить етесіздер текст спецификацияны. Содан кейін далее батырмасын басасыз. Далее солай, короче, жаңағыдай директормен далее баса бересіз. Текст спецификацияның ішінде кепілдік мерзімі 34 ай болады. Мысалға 2026-та 12 ай, 27-те 12, 24, 28-де тағы 12 ай, сонымен 36 ай болады ма? 36 ай болады. Бірақ біз мына жерде марттан бастап ойнатып тұрмыз да. Марттан бастап действие ететін болғасын 34 ай болып тұр. Егер сізде январдан бастап действие ететін болса, онда 36 ай болады шығар жерде. Біз январ-февралға өзіміздің поставщигіміз келісіп тұр ғой. Сформировать проект договор болады. Бұл жерлердің уақыт алмай қойын, не? Так. Договорды толтырып қол қойғаннан кейін осы жерге требуется ли эксперт деп тұрады. Бізге эксперттің қажет жоқ. Мен бұрындары солай жүйе жүрдік, енді мен нақтысын білмеймін, бізге ол эксперт дейтіндей. Ол күрделі заттарға шығар. Міне осы жерге отдел госзакупка беретін кезде сіздердің приказдарыңыз болады ғой. Приказдың номерін, датасын, күнін бәрін жазасың. Фио утверждающий директордың аты жөні және сол приказды прикрепить етесіз. И сосын далее басасыз. Енді бәрі келіп тұр ғой, енді дальше ең соңында болғаннан кейін мына жерде отправить на согласование ма, бір на подтверждение ма, сондай шығады келесі этапта. Соны басып жібересіздер, болды. Сосын неден қарап тұрасыздар? Заявка на покупку ден қарап тұрасыздар. На согласование болып тұрады, на подтверждение болып тұрады. Егер қабылдаған болса, соны күтесіздер. Назарларыңызға көп рахмет, сіздер үшін арнайы видео түсірдім. Видеоны бастан аяқ мұқият қараңыздар, я. Көбісі секіріп кетеді, дұрыс түсінбей қалады. Назарларыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, қолдап тұрыңыздар, достарыңызға бөлісіп тұрыңыздар. Осы ақпаратты мысалы көріп алып,
басқа біреу айтқаннан мына видеоны жіберіп осы видеодан қарай қойшы деген жақсы да, потому что менің енді еңбегім ғой. Маған да просмотр болғаны жақсы. Сау болыңыздар.